Баршаға сәлем. Қалдарың қалай? Бүгін сіздермен осындай шоколадный Наполеон пісіретін боламыз. Алдымен ұнымыз бен сармайымызды алып, крошка жасап аламыз. Сармайымыз холодильниктен болған дұрыс. Мұздай суымызды алып, оның үстіне жарты шай қасық тұз салып араластырамыз. Әдетте уксус қосады, бұл жағдайда мен тұз қостым. Осындай қолға жабысқақ қамыр пайда болады, бұны қоя тұрамыз. Енді ұнымыз какао разрыхлителді араластырып, ішіне холодильникте тұрған сармайымызды қосып, осылай араластырып аламыз қолымызбен. Біркелкі масса шығу керек. Осындай қамыр дайын болады. Енді бұны морозильникке сала тұрамыз. Жаңағы бірінші дайындаған қамырымызды алып, жан жағын осылай жазып аламыз. Ортасына тиіспейміз. Ортасына жаңағы какао араласқан қамырымызды қоямыз. Осылай қойып, төрт бұрышты қылып бүктеп аламыз. Осылай дайындап алған соң оқтаумен жазамыз. Қатты күш салмаймыз. Осылай асықпай біркелкі қылып жазып аламыз. Енді бұны конвертик қылып бүктейміз осылай. Осылай бүктеп, холодильникке 30 минутқа қоямыз. Бұл енді екінші рет жазуға шығарып жатқан қамырым жаңағы. Осы қамырды тағы да жаңағы процесті қайталаймыз. Жазып, конвертик қылып бүктеп, тағы да 30 минутқа холодильникке саламыз. Осыны 5 рет қайталаймыз. Мынау екінші рет, тағы да 3 рет қайталауымыз керек. Бұл соңғы рет жазуға шығарып жатқан қамырым. Осыдан кейін қамырды бір суткаға қалдырамыз тағы да. Ертесі күні пісіруге дайын болады.
бір сутка тұрған қамырымыз келесі күнге шығарамыз. Бұны 8 бөлікке бөліп аламыз. Біреуін ғана қалдырып, қалғандарын холодильникке сала тұрамыз. Осылай біреуін алып, онымен жақсылап жазып, қандай форма қылсаңыз да өзіңіз білесіңіз. Мен 4 бұрышты қылдым. Осылай жазып аламыз. Сосын пешке алдын ала қызған 180 градус қызған пеште 7 минутқа пісіріп аламыз. Қалған қамырларымызды да осылай жазып пісіріп аламыз. Мен креміне сармай мен сгущенка және шоколад қолдандым. Бұған заварной крем жағуға да болады. Әркім қалауы бойынша дайындауға болады. Осылай бәрін кремін жағып, дайындап болған соң, тағы да бір күнге пропиткаға холодильникке қалдырамыз. Осымен біздің дәмді наполеондарымыз дайын болды. Осындай болып шықты, қатпарлары өте көп, өте дәмді. Сіздер де дайындап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар.